Сәлем достар, видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Су тіршілік нәрі. Ғалымдардың айтуынша адам организмі 65% судан тұрады екен. Судың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Күніне 2 литр су ішу керек деген кеңестерді жиі естиміз. Бірақ оның зиянды әсері де бар. Ол қандай? Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларын даму қаупін 41%-ға төмендетеді. Адамның иммундық жүйесіне пайдасы үлкен. Суды аз ішетін адамдар әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтану алдында 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға көмектеседі. Ағзада судың аз болуы бастың ауруына әсер етеді. 2 стакан сұйықтықты ішсеңіз, бастың ауруы басылады. Таңертең аш қарынға су ішуді әдетке айналдырған дұрыс. Мидан бастап асқазанға дейін денедегі бүкіл мүшелердің су қажеттілігі бар. Сондықтан мол су ішіп, денедегі су жетіспеушілігін алдын алу керек. Кофеинсіз кофе, шай немесе шекерсіз табиғи сусындар, сумен араласқан жеміс шырындары және басым бөлігі судан тұратын қарбыз сияқты өнімдерде құрамында карбонгидрат немесе тұз мөлшері көп болмаса су орнына өтеді. Кофеинді шай, кофе, кола секілді сусындар денедегі су жетіспеушілігіне одан да арттыратындағы үшін қосымша тағы су ішу керек. Судың денеге пайдалары. Дене температурасын тұрақтандырады, азық, қалдық және оттегі тасымалдайды, бүйрек және бауырдағы қалдықтарды шлак тазалайды, витамин және минералдардың тарауын қамтамасыз етеді, денені жарақаттанудан қорғайды, клеткалардың және бұлшық еттердің бірігуін қамтамасыз етеді. Тері клеткаларын ылғалдандырады және сауықтырады. Ас қорытуда жоғарыдан төмен қарай ретімен астың қорытуларын сіңіруіне және де ең соңында қалдықтардың шығуына дейін судың міндеті орасан зор. Денеде болатын күніне 2-4 литр су шығынының орнын қайта толтырып тұру қажет. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады. Қанның 83%, бұлшық еттердің 75%, мидың 74%, сүйектердің 22% судан тұрады. Денеде 20% су жетіспеушілігі болуы өте қауіпті және өлімге дейін жетелейді. Біз видеоның соңына да келіп жеттік. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.